Жігіттер, мынау дайын болған ребец балығы. Бүйтіп шығасың ғой. Майды қараш, кәдімгідей шығып жатыр. Мына ішіне бар. Кәдімгідей шығып жатыр енді май дейтін. Мынаны қара, мысалы. Мынандай ішіне шығып жатыр. Мынаны қара. Үлкендерінен кәдімгідей май кәдімгідей шығып тұр. Өзі жалпы майлы балық қой, енді бұл жайлы айтатынымыз көп. Қолдың бәрі шылқып кетті. Мына қара. Бір кішкентайын көрейік, бірақ анау үлкені, мысалы. Бұл енді өзі майлы балық. Атырауский нағыз кәдімгі сникерс қой. Мына қара. Кішкентайын ашып сіздерге көрсетіп жатырмын. Майлы қара. Ё-моё. Мына қара. Кішкентайының өзінде қараңыз қандай май. Кішкентай. Былайша айтқанда арық деген сияқты, бірақ арық емес. Бұл балық никогда арық емес. Бұл өзі аты ребец май балық деген. Өте керемет балық нашқа. Құйық қойғандай бірдеңе. Атырауский сникерс бұндай балық бізде Қазақстан тек қана бізде Атырауда. Осымен мақтанамыз. Бұл балық жайлы айтатынымыз әлі көп. Айтылады әлі де талай. Бұл балық біздің жайық Каспийдің балықтары. Мына қараш. Мына қара. Какой-то бір құйып қойғандай майды. Қара, дәмін көреміз. Енді сортировать етіп отырмын ертеңге. Мына қара, шылқып атыр. Кішкентайының өзі бар ғой. Қараңыз ал, қараңыз. Сосын жайлап салыстыра беріңіз, қандай балық артық екен. Қаяқтың балығы ба. Дәмі вообще вкусный ғой. Деликатес нағыз бар ғой. Ребец деген балық, жігіттер. Ребец. Бізде Атырауда өте дәмді балық. Малосоленый. Керемет бар бізде. Біздің Атыраудың Ақжайықтың балықтары. Осымен мақтанамыз, жігіттер. Шыны керек. Керемет балық қой. Тоймайсың, жей беріңге осы балықты бар. Шылықтық қойып қойған, қолын қаршы бәрін. Ас болсын ма. Все, рахмет, жігіттер. Атырау Ақжайықтың балықтары.